Bir просрочный. Жиырма екі. Пико, пико. Пико. Неге өшіріп тандыр бияқта? Администратор шақырасың ба? Кәм намбән түсіріп алдым да, намбәр 4 ай 5 айға сұрықтырып өткіткен. Сен сол үшін жауап бересіңдер бұл жерде. Или сендердің ордаға мен жұмыс істеп берем керек ме осындай? Сен неге қарап накладной, нең бар тексермейсіңдер? Сұрып өткіткен напиткілерді. Бұл ертең келесің. Тағы еще чек бермейсіңдер, ертең құқығын қорғайтын біреу ауырып қалса. Мынаны бәрін сатасың ба енді маған? Сатушы? Сұрақ өткен болса қоя салайық, брат. Ертең өздері фирманың өзге возврат дейсіз. Мен друг мен сатып әкетсемші. Потребительский прав бар, білесің ба? Сендер бұл неге алдын алмайсыңдар? Біз неге халық өздерін қорғау керек? Сендер не алып жүрсіңдер онда қызметкер болып осындай бір накладной? Жай. Жабылып қал. Мына соңғы свет өшіріп жатыр ар жақтан. Бізге де сөз тиіп жатыр. Қанша сұрау? 8 Жоқ, мен емес. Бізге де сөз тиіп жатыр. 370 теңге. Так, 300 теңге. 1050 теңге. 350 теңге. 230 теңге. 70 теңге, 40 теңге. 400 теңге. Қанша бесетер қанша? 400 теңге. 2445 па? Так. 02-сі 12-ші ай 2021. Біткен 01-08-ші ай 2021-де шыққан. Тағы бір енді спрайттан көрек. Жиырма жетісі қарыз болғанда 10-ші ай 2021-де біткен. 27-07-21. Жоқ. 50 теңге қарыз біз сізге. Отчество болды. ана тілен таппады ма 200 теңге? Силик. 1200 теңге сармай ма? Ғана ескі не білесіз, жауып жүрсіз ескі жауып жүрсіз. Оны біздің қамаған бірақ. Қамады ма? Өздерін таппады ма? Мына жеп көрмеген қалай бола ма? Шедер айтам, мына бетінде барады ғой. Так. Екеу. Төртеу. Алтау. 8. Я осы. Маған жетім ме? 290. Болды? 10. Так, 1650 теңге болды. Не істейсің lan? Не істейін? Көзінше жоясыңдар ма? Жояды, иә. Қашан жояды? Саған қалай сенеміз? Сен қайтып қоймау үшін анақа. Сен білесің ме, бұл әрбір сосын біреуді ауыртатын білетін шығарсың, иә? Сендер үшін ақша маңызды ма? Сатушы? Сұрап өткіткен напиткілерді неге тексеріп қарамайсыңдар сендер?
неге жұмыс істемейсіңдер? брат, Обязательно бізге келіп жұмыс істеу керек па не? сіз өйтіп сөйлемеңіз. Сөйтіп сөйлеймін, өйткені хақым бар. Сондайға келіп тұр ғой бұл тірлік. Хақыңыз бар болса, Аха. мен толға жұмысшымын. Жоқ, дұрыс қой. Сен сатушысы. Иә. Сен тұрғынға сатып жатқан кезде, тұрғынды қарап сату міндетсің керек болса. Сен отбивать еттің ба бұны? Мысалы, мен отбивать етіп қойсың ғой компьютермен, иә? Сатып қойдың ба, уже саған нарушение саған келеді. Білесің ба? Сен жақсылап қара, сен төбесіне шыққанмен 9-шы ай, 10-шы айда өтіп кеткен. 11-ші ай болып тұр. Қазір 12-ші ай, 24-і. Сәл бүйтіп қарасаңдаршы, или халық маңызды емес, сендер үшін ақша маңызды ма не? Срок өтіп кеткен напиткілер жойсаңдаршы бұл жерден, алып тастаңдаршы. Анаяқтан да шықты. Бардағын шығарып басында бәрін. Не істеп отырсың сендер бірде тұрып алып? Жауапкершілігі бар, кім бұған жауапты? Сен негізі жауап беру керек қой бұның бәріне. Мынан бір Адам баса, сен болмасаң, Хозяйчимге келіп қойың қазір. бізге администратор, как всегда, болу керек бұл жерде. Жауапкершілік сол мойны жағылады. негізі өткенде де менің балам алып барғанда, Аха. ана бақтиярын апарды. Анауысынан ба бақтиярын? Бірақ мен айтып кеттім ескертіп, мынау бір қап тұрды, білмейді екен ол. Сұрап өтіп кеткен бірақ. Кеткен дедім, ескертіп айтып кеттім бірақ. Дұрыс емес жігіттер, ей. Негізі мен балам оны жеп қойған уже, бәрін. Біз жеп көрсек, дәмі ащы да, қышып көгеріп кеткен дәм шығады. Сөйтіп тұрғына қарасам, өтіп кеткен, 2-3 ай өтіп кеткен. 16-сы, 12-ші, 2021. Балдар білмейді ғой, жеп қояды. 16-сы, жеп мен балам үшеуі мүмкінден мынаны. Бірақ ертең ол кім жауап береді оған мысалы? Конечно, дұрыс айтасыз көке. Мен балам алақта ішеді оны. Мысалы қарамайды ол. Кез келген баланың асқазаны иммунитеті слабый болады. Бұндай срок өтіп кеткен 3-4 айға, 2 айға өтіп кеткен сроқты көтере алмайды. Дәу адам жарайды, дәу адам өз зорға шыдайды бұған керек болса. Бүгін базарда жанжал болды. Бір бала ауырған, магазин сатып алған, осындай просрочный коламен ауырып отыр. Мен содан кейін жыды тексеруді өзім қолға алдым. Магазиндер. Негізі сендер қызметкерлерің бар, накладчик жігіттерің бар. Солар тексеру керек бұны. Біз кеп әрбір мына кісі кеп тексеріп, мынауың өтіп кеткен ғой деп сендерге бүйтіп жұмыс істеп беру міндетті емес. Так что дұрыс жұмыс істеңдер жігіттер. Ят болады бұл тірліктер. Естіңдер ма? Конечно, бәріміз бала шағамыз бар. Сендердің істеп жатқан тірлік. Тағы бір рет келем да, тағы просрочный тауып алсам ше, ең сотқа сөйлеймін сендер. Дұрыс па өге, мен бір мұсылман баласы болсын, анамыз болсын айтып, ешкім ауырып қалмасын бұл жерде. Мен соған жаным шығып отыр мен. Бұлар, ана бақтияр бар ғой, одан да толы картина шықты. Тексерткіздім, лишний қадағаладым өзім. Дұрыс емес қой.